Сәлем достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен осындай керемет шоколадный панкейки жасайтын боламыз. Дәмі өте ерекше шоколадный болып, әрі жұмсақ, нәзік болып пісетін осындай панкейкидің рецептісін білгіңіз келсе, видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, және видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар достар. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады достар. Бір жасағаннан ақ шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі енді керемет, тура вупипай тортының корждарына ұқсап өте дәмді болып шығады достар. Менің арнама алдын ала подписация жасап, қоңырауша басып қойды ұмытпаңыздар достар. Менің қазақша контенттің дамуына үлес қоса кетіңіздер. Сіздерге алдын ала рахмет. Сіздерге Алла разы болсын. Енді біз панкейкімізді жасауға кірісетін боламыз. Дәмі өте ерекше панкейкидің жасалу рецептісінің барлық грамм массаларының барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдырамын достар. Міндетті түрде соған қарап жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ шығады. Дәл мен қосқандай рецептінің грамм мөлшерлерінің бәрін дәл солай жасасаңыздар, панкейкилеріңіз бір жасағаннан ақ шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің инста парақшама да тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Дәл осылай етіп тиктокқа жазсаңыздар, тиктокта да менің дәл осындай аккаунтым шығады, және мен инстаграм, тикток және осы ютуб каналдарында керемет үйде жасалатын оңай рецепттермен бөлісетін боламын достар. Міндетті түрде көріп жасап көріңіздер. Өте дәмді болады, нәзік болып шығады. Балаларыңызға шаймен ішкенге өте керемет тәттілердің бірі. Міндетті түрде рецептімен жасап көруге кеңес беремін достар. Өте дәмді, енді дәмі тіл үйретіндей. Дәл осылай етіп үстінен вареньелар жағып, осындай түрлі түсті кокостар сеуіп сәндесеңіздер болады достар. Енді біздің панкейкімізге керекті заттар алдыменен осыны сұйық майымыз, шекеріміз, какаомыз, разрыхитель және 2 дана жұмыртқамыз және үккіштен өткізілген ұнымыз, осындай жылы сүтіміз қажет болады. Алдымен 2 дана жұмыртқамызды жарып, құрғақ ыдысымызға жарып салып алып, оның үстіне шекеріміз салып, жақсылап екеуін венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Жақсылап бір масса болғанша араластырасыздар, шекері ерігенше. Осылай араластырып болғаннан кейін жылы сүтімізді осылай панкейкидің үстінен құйып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Бір массаға енгенше жақсылап араластырып болғаннан соң оның үстінен ұнымызды аз мөлшерден барлығын осылайша салып алатын боламыз. Бөліп салсаңыздар да болады, маған ұқсап бірден салсаңыздар да болады достар. Дәл осылай ұнымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен сұйық болғанша жақсылап араластыратын боламыз достар. Арасында түйіршік қалмауы керек. Не достар, дәл осы видеодағыдай етіп барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Енді осының массамыздың үстінен разрыхителімізді және де разрыхителімізді 2 чайный ложка, не болмаса 1 чайный ложка қоссаңыздар да болады. Мен 1 чайный ложка қостым. Соның өзі негізінде жеткілікті. Және де осы үстінен енді какаомыз салып, жақсылап араластырып, осындай қара түсті массаға айналады. Енді осы массамыздың үстінен сұйық майымызды құйып, оны да венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз достар. Барлық ингредиенттердің масса граммдарының бәрі описание бөлімінде. Міндетті түрде көріп жасап көріңіздер. Дәмі өте шоколадный болып, тәтті болып шығады. Шаймен ішкенге өте керемет болып шықты достар. Міне дәл осындай қаймақтың массасы сияқты болу керек. Енді осылай қызып тұрған табамызға массамызды осылайша құйып алып, міне дәл осы видеодағыдай етіп құйып аласыздар. Және астын орташа отқа қоясыздар. Қатты отқа қоймайсыздар, себебі бірден пісіп күйіп кетуі мүмкін. Орташа отқа қойып, орташадан да кішкентай ғана отқа қойсаңыздар болады. Әркімнің газы әрқалай жанған соң, мен осылайша орташа отқа қойдым. Дәл осылай біреуін пісіріп алғаннан соң бетінде өз тесікшелер шығады, піскені білініп, оның екінші бетін ауыстырып, оны да дәл солай пісіріп аласыздар достар. Міне мен тағы да көрсетіп жатырмын. Осы панкейкилеріңіздің бетінен байқасаңыздар, майда-майда тесікшелер жарылып пісіп жатыр достар.
барлық жері піседі, іші де піседі достар. Міне осылай тесікшелер болғаннан кейін екінші бетіне аударып аласыздар. Барлығын міне осылайша аударып, бір бетін 1 минут, екінші бетін 1 минут етіп, 2 минутта ғана пісіп дайын болып шығады панкейкелеріміз. Осылайша дайындап аласыздар достар. Міне достар, мен барлық панкейкелерімді дәл осылай пісіріп алдым. Үлкен етіп бір рет құйып пісірдім. 2-3 қасықтан құйып осылай үлкен етіп пісірсеңіздер болады. Мен басында солай 2-3 рет кішкентай етіп пісіріп көрдім. Міне осылай үлкен етіп пісірген өте ыңғайлы екен. Барлығын осылайша пісіріп алдым достар. Міне көріп тұрғандарыңызға жұмсақ әрі нәзік болып шыққан, шаймен ішкенге өте керемет болып кететін тәттілердің бірі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін достар. Таңғы шайға жасасаңыздар да болады, әрі көп уақытты алмайды. Тез дайын болатын тәттілердің бірі. Мен өзім осы панкейкті ұнатамын, өте дәмді, керемет дәм береді достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егерде менің видеом ұнап жатса, маған лайк басып және комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менен қандай рецепт күтетіндеріңіздің барлығын комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Менің қазақша контент дамуына үлес қосып, менің осы YouTube парақшама тіркеліп қоюларыңызды сұранамын достар. Егерде менің видеом пайдалы болып жатса, сіздерге қуаныштымын. Менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып, және менің осы қазақша контенттің дамуына үлес қосып, көпшіліктің көруіне себеп болып достар, міндетті түрде менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар достар. Видео ұнап жатса, өз ойларыңызды қалдырып, комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Біздің өте керемет, жұмсақ, нәзік панкейкелеріміз осылайша дайын болады достар. Міндетті түрде отбасыларыңызға таңғы асқа жасап берсеңіздер болады. Сүйіктілеріңізге өте дәмді, керемет болып шығады достар. Өте дәмді панкейки болды. Осылайша менің арнама тіркеліп қойды және қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Алдағы уақытта бұдан да керемет үй жағдайында жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.